Hello everyone, сіздермен бірге ағылшын тілі маманы Маржан, және бүгінгі видео 10 ways to encourage your students деп аталады, яғни сіздің оқушыларыңызды, студенттеріңізді білім алуға шабыттандыратын, қанаттандыратын 10 фразамен бөлісетін боламын. Ендеше, let's get started. Well done, great, good job. Осы сөздерден басқа ағылшын тілінде шабыттандыратын түрлі фразалар мен сөздер бар. Және бүгінгі видеода біз соларды қарастыратын боламыз. Бұл сөздер мен фразалар сіздердің онлайнда, офлайнда сабақтарыңызды түрлендіруге өте пайдалы болады деп сенемін. Әсіресе соңғы жылдары көпшілігіміз онлайн форматқа көшкендіктен біз кері байланыс бергенде көбіміз good job, nice work, well done деген сөздер бізді де оқушыларымызда жалықтырып жіберген сөзсіз. Сол үшін түрлі аналогтарын пайдалануға болады. Ендеше видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Ал бірінші сөзіміз бізде you are doing really well. Яғни сен жақсы тырысып жатсың, жақсы жұмыс жасап жатырсың дегенді білдіреді. You are doing really well. Келесі фразамыз That's much better now. That's much better now. Қазір сен алдыңғыға қарағанда жақсырақ жұмыс жасап жатсың, жақсырақ тырысып жатсың дегенді білдіреді. Үшінші фразамыз You've made a lot of progress. You've made a lot of progress. Яғни сенде прогресс байқалады. Сенің нәтижең көрініп жатыр. Яғни сен өсіп жатсың, дамып жатсың дегенді білдіреді. Келесі төртінші фразамыз жай ғана no mistakes деп айтқаннан гөрі You haven't made a single mistake. You haven't made a single mistake. Сен бірде бір қате жібермедің дегенді білдіреді. Бесінші фразамыз You tried really hard. You tried really hard. Сен өте қатты жұмыс істедің, усердно жұмыс жасадың. Жақсы тырыстың дегенді білдіреді фраза. Келесі бір жақсы фраза You are improving. You are improving. You've made a lot of progress деген сияқты, яғни сен дамып жатсың, өсіп жатсың, прогресс жасап жатсың дегенді білдіреді. Келесі фраза пысық оқушыларға арналады. You are learning fast. You are learning really fast. Сен жылдам үйреніп жатсың. Сен тез бәрін қағып аласың дегенді білдіреді. Келесі фраза Keep on trying. Never give up. Keep on trying. Яғни тоқтама, жалғастыра бер. Never give up. Ешқашан тоқтама, осы жолдан тоқтап қалма. Жалғастыр. Keep on trying. Келесі фразамыз What an interesting idea. Өте жақсы идея екен. Қызықты идея екен. Яғни сенің ойың қызық екен. Және де бүгінге соңғы фраза I knew you could do it. I knew it. You could do it. Яғни мен білгенмін сен осыны жасай алатыныңды. Мен саған сенгенмін. I knew you could do it. Және де бұл 10 фразадан бөлек түрлі сөздерді қолдануға болады. For example, fabulous, fabulous, marvelous, marvelous, yeah? Splendid, splendid, awesome, awesome, brilliant, brilliant, you did it, you rock it, yeah? You nail it, much better, bravo, good for you. Яғни бұның барлығы nice work, good job, well doneға қарағанда өте ерекше, қызықты естіледі және бір жағынан оқушылардың сөздік қорын да толықтыруға көмектеседі. Сонымен бүгінгі видео өз соңына келіп жетті. Бүгінгі видеода айтылған фразалар, сөздер сіздерге пайдалы болады. Сіздер сабақтарыңызда қолданасыздар деп сенемін. Видеоны аса лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алда жиі видео шығарып тұруға тырысатын боламын. See you next time. Bye bye.